Мен оқуымды бітірдім. Арманыма жеттім. Анамның даналығымен, отбасымның қолдауымен, сүйікті ұстазымның өнегесімен ұстаз болдым. Арманым биік, мақсатым айқын. Сәлеметсіз сізге. Ауыңызға аяқсат бар күнде. Сізде көретін көп бар екен. Рахмет. Алғыс айтуға келіп тұрмын. Қандай жетістікке жетсем, осы сіздің арқаңыз деп білемін. Рахмет. Мен мектепке, мен жұмысқа жоспарсыз келмеймін. Осы дағыны менің бойыма сіңірген сіз. Осы үшін сізге алғыс айтам. Ол жақсылықты білген жақсылық. Әрине, мұғалімнің функционалдық міндетін менің бойыма сіңіргеніңіз үшін рахмет айтамын. Болашақта енді осы сіздің жолыңызбен, басшылық жолында қызмет етіп, осы Қазақстанның жаңағы үлгілі ұстаздардың бірі болып жүре берейін. Үйреткен нәрсені үйреніп, іліп алып кеткен шәкірттері болғаннан менге қуаныштымын. Көшбасшы бұл адалдықты, шынайылықты, сенімділікті талап етеді. Негізі көшбасшы. Яғни көшбасшы жалпы ұжымды, команданы деп айтайық, ерте білу керек. Ал артында команда сізге қай кезде ереді? Ол сізге сенген кезде және сіз олардың сенімінен шыққан кезде. Мұғалім атанғандарыңыз үшін өкінбейсіздер ме? Және де мұғалімдікке қалай келдіңіздер? Мұғалім болу менің бала кездегі арманым. Өсе келе мұғалімдіктің қоғам алдында жауапкершілігін сезіне бастадым. Қазір енді мұғалімдік таңдағаныма өкінбеймін. Бұл мен үшін бақыт. Депутат, министрлердің алдына келе жатқандай жиналып, дайындалып келіп, шын айтамын. Менің бейнем жауапкершілік, батылдық және дамудың символы. Мен жай ғана басқарушы емес, өзгерістердің бастауында тұрған адамдарға сенім ұялататын шынайы көшбасшымын.